Мен Бауке Манатов, мені көпшілік Қазақстанда технический конопля өсірумен және соны дамытумен, содан өнім алумен айналысатын адам ретінде таниды. Менің көп подписчиктерім, ондай бір көп оқырмандарым жоқ, себебі көп адамдар мынандай қалай айтсам болады, әншілерге құр бекер ойнап күлу, әзілдерге бейімделген, ғылымға негізделген бір адамдар саны өте аз. Дегенмен де бүгін ауыл шаруашылығына байланысты елдегі көк шөп тапшылығына байланысты мал түліктеріне, сосын қой және жаңағы тауықтарға да болады көк шөп өсіру базасын жасақтап жатырмын. Ондағы менің ең басты мақсатым көк шөпті жеген малдарға, әсіресе сиырлардың сүті 4% майлылығы болады екен. Тоқтылар көбінесе өсіріп, соны етке пайдалану үшін айналысатын кәсіпкер кісілер бар. Ол кісілерге тоқтыларды біз байқағанымыз тек қана етке жұмсалады екен. Қазір енді көк шөп бар болып тұрса, қысы, жазы қатқан күріш шөпті алудың да керегі жоқ қой. Немесе жем алып, жем берудің да қажеті жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, көк шөп құрамында А, Б, С, Д, Е, Д3 деген витаминдердің бәрі бар. Енді малды жайылымға шығарудың да қажеті жоқ екен да. Себебі падашыға ақша беріп қайтесіздер. Одан да бір орында тұрып үйде бағатын уақыт келді. Мен сияқты бір базаларда құрып көк шөп өндіретін мекемелермен келісіп, қазір мен осы 2022 жылдың осы январь айының 20-сына алдын ала тапсырыс қабылдау үшін мен эфирге шығып отырмын ғой. Уже тапсырыс бере берсеңіздер болады. Төмендегі номерді жазылып тұр, сол номерге қарап. Сүттеріңіз қою болады, малды үйде асырап, ешқайда сандалтып, ақша құртпай, тек көк шөп аласыз, қысы жазы көк шөп бір орында жеп тұрады. Содан сүтін алып сатып, етін сойып сатып, кәсіппен айналысатын нағыз мүмкіндіктердің келіп отқан кезі ғой қазір. Мына қуаңшылық, жоқшылық, шөптер жоқ дегеннің арқасында жаңадан дамитын жаңа бір бақытқа көшетін уақыт келді ағайын. Сондықтан мен ойлаймын, мына төменде тұрған номерге звондап, маған уже шөпке, көк таза малға, таза экологиялық таза шөпке тапсырыс бере берулеріңізге уже болады. 20 январь күнге ағайындар біз уже бірінші партияны шығарамыз. Енді қазақ халқы ежелден осы мал шаруашылығына бейімделген халықпыз ғой. Енді баяғы жайылымға шығарып, жайылыммен күн көретін уақыт өтті. Менің ойымша қазір құрғақшылық кезде осындай көк шөпті тапсырыс берсеңіздер, біз сіздерге көк шөп дайындап беруге әзірміз. Мейлі жалғыз сиырыңыз бағып отқан болсаңыз, мейлі қой, қозы бағып отырыңыз, мейлі қоян болсын, мейлі тауық болсын, барлығына жарайды. 1 килограмм аласыз ба, 10 килограмм аласыз ба, немесе тонналап аласыз ба, біз сізге дайындап беруге әзірміз. Тапсырыс беріңіздер.